Сәлем достар, балалық шақтың балығын дәмі жұқпа әзірлейміз. Суымызға 100 грамм суымызға бір кішкене қасық тұз салып қамыр илеп дайындаймыз. Жұмсақ етіп кішкентай ғана қамыр илейміз. Ата бабамыз жеп өскен, өзімізде дәмін білген. Осы жұқпаны әзірлейміз. Әлденетін, қуаттанатын, үйлеріңізге, қарттарыңызға, сәбилеріңізге жасап берсеңіздер өте дәмді болады. Қамырымызды өте жұқа етіп жаямыз. Қамырды жайып болғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бірнеше бөліктерге бөліп, отымызға табамызды қойып, біздік балалық шақта бұны пештің бетін сүртіп жіберіп дайындайтынбыз. Осылай табамызды қойып, қамырымызды салып, қамырды екінші бетіне аударған кезде оның үстіне тағы да үстіп қамырымызды қойып, келесі бетіне аударып, үстіне тағы қамыр қойып, үстіп дайындаймыз. Дайын болған қамырды осындай қайнап тұрған сүтке салып, осылай біртіндеп тастап салып пісіреміз. 3-4 минут қайнатамыз. Піскен жұқпамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.